Алдымызда маңызды науқан мектеп түлектерінің ұлттық бірыңғай тестілеуге қатысу уақыты жақындап келеді. Осыған орай өңірімізде соңғы дайындықтар пысықталуда. Өйткені маңызды іс-шараның барынша қауіпсіз әрі заң тұрғысынан дұрыс өткені абзал. Осыған орай университет қабырғасында бақылау департаменті басшыларының жиыны өтті. Біз заңдардың бұзылмауын тікелей қадағалаймыз. Мысалға, оқушының ұлттық бірыңғай тестілеуді ата-анасы жұмыс істейтін оқу орнында тестілеуді тапсыру болған кездер болды. Осындай жайттарды қайталанбауын бақылайтын боламыз. Облысымызда ұлттық бірыңғай тестілеу маусым айының 2 мен 5 аралығында 4 кезеңмен өтеді. Айта кету қажет, тестілеу биыл еліміз бойынша 12-ші рет өткізілгелі отыр екен. Солтүстік Қазақстан облысы бойынша ұлттық бірыңғай тестілеуге қатысу үшін 2531 түлек өтініш білдірген екен. Ұлттық бірыңғай тестілеуге кіргізу кезіндегі бақылауды министрліктен келген өкілдер қарайды. Олар сонымен бірге тестілеуді ұйымдастырмақ. Ағымдағы жылы өңіріміз бойынша тестілеуден өтетін түлектердің саны 68% құрап отыр. Бұл былтырғыдан 10% көрсеткішке жоғары дейді. Ал ұлттық бірыңғай тестілеу шешімдерін жеке сәйкестендіру нөмірлері арқылы білуге болмақ дейді. Өткен жылғы қорытындыларда баға тестілеу нәтижесімен қойылса, биыл кішкене өзгерістер бар. Яғни оқушының жылдық бағасы мен тестілеуден алған бағасы ескерілетін болады. Сонымен бірге бұдан былай ұбт-ның нәтижесі ілінген тақтада оқушының аты жөні жазылмайтын болады. Жеке сәйкестендіру нөмірі мен нәтижесін біле алады. Түлектердің емтиханнан сүрінбей өтуі мемлекеттік комиссияның жүйелі жұмысының нәтижесі болмақ.